Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін біз сіздермен фикус бенджаминнің үлкен болып өсетін сортымен бөліскім келіп отыр. Қараңыздар, бұл да өте биік, өте керемет, өте үлкен декоративті болып өскен. Мына жерде 2 метрге жақындап қалған. Мына қараңыздар. Бұл гүлдің де күтімін үйретемін, егер курсқа жазылсаңыздар. Бұл гүлдің де күтімінің, мына қараңыздар, мына топырағы сәл зәктенген, оның өзі ешқандай да не беріп тұрған жоқ. Бұл жерде қойдың көңімен топырақ қана араласып отырғызылған. Өте керемет, өте декоративті, жапырақтарының түсі барлығы қараңыздар. Жылына бір мәрте топырағын ауыстырып қояды, горшогын. Болды, одан кейін ешқандай да тыңайтқыш бермейді. Тыңайтқыш беруге де болады, бірақ бұл гүлдер тыңайтқыш ішкен гүл емес. Қараңыздар, осылай үйлеріңіз бау-бақша болып, керемет жасылды сән беріп тұрса, күшті көрінеді. Назарларыңызға рахмет. Егер видеоны лайк басып, төменге комментарий қалдырсаңыздар болады. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.